мен былтыр 24 жылы 9 сентябрьде Астанаға жазып кеттім 2 мәселемен. Менің осы 26 жыл бойына жерімді узаконить етпеген үшін 23 жыл бойынша тәнен шығып жатырмын. Ана жердің орнына қызыл линияда тұр, ең құрмаса не беріңдерші? Үй беріңдерші десем, ол үйде берген жоқ. Мені зерделеп, менің қызыл линияда тұрмын, беріңдер деп едім, 0,8%-інде бермеймін деп Талғат. Жарайды, бермей-ақ қойсын. Бермейміз деген қағаз керек па? Арыз жазыңыз. Жер бермейміз деген қағаздың керегі жоқ. Маған осы сен тұрған мына екінші шаңырақтағы жерім 454А деген 168-ші үйдің қарама-қарсысындағы көшесі Албакирова. Сода салынған жерді маған беруіңізді сұраймын. Немене болмаса, бере алмайтын болсаңыз, пожалуйста, менің атыма келгенмен жер бөлімі бар ғой. Отыр ғой жер бөлімі. Жер бөлімі не үшін отыр онда? Жауап бермейтін болса, жер бөлімінің онда кабинетін алып тастаңыздар. Легализациямен қарастыратын маман. Легализация. Тем более легализациямен қарастыратын маман болса, тем более. Легализация үйді заңдастырушының жеріңіз жоқ қой. Бар ғой, тұр ғой. Айналайын бүткіл қазақстан беріп жүрді. Босақты соны бермей отыр ғой. Кім бермей отыр? Менің алдымдағы адамға қатырып қойған. Апай. Менің алдымдағы адамға қатырып қойған. Маған берсеңдерші, отказнойды берсеңдерші, отказнойды берсеңдерші, мен барып сотқа берейін деп тұрмын. Жоқ, жер бөліміне отказнойды берсеңдерші. Отказнойды Апай, берсеңдерші. сіз өзіңіз қойып отырған сұрағыңызды нақтылай Үкіметтен ақша беріп сондай шығар деп ойлаймын. Былтыр азамат Бескемпіров деген решение не играет роль деп лақтырып жүрді. Байсеркеден үй беремін деп. Жер беремін деп. Мен Байсеркеден жер алмаймын дедім. Алматының ортасынан, қақ ортасынан алып беремін. Алтын телефонды. Соны мен айтайын. Бұл жерді 1999 жылы өзіне атқан Заманбек Нұрқаділов береді. Заманбек Нұрқаділов бергенде мен күйеуім айтам, тез алып алмаса қалып алады. 2000 жылы 19 октябрьде мен күйеуімді басып кеткен адамдар келеді үйге, кешірім сұрап. Сол кезде айтады, мына үйімді саламай жатырмын деп туысқандарыма айтқаннан кейін айтады, мінекей решение деп қолына беремін оларға. Міне решение, міне удостоверение деп. Олар ол кезде Әуезовский район болатын. Әуезовский район бойынша олар алып кетеді. Сізге ешкім алмайтындай қатырып қоямыз дейді. Мені өзім алмайтындай қатырып қояды. Осы күнге дейін 2005 жылдарыма задним числом менің алдымдағы адамға қатырып қояды. Ол адамның үйін тауып алып, үйіне барып неткен кезде сала бер дейді. Мен деген анау біреу бірдеңке болыпты ғой, өзі қай жылдар 15 жылдарда ма? Сол кезде мен барып қарасам, менің атымда тұр екен дейді. Мен айтам, сіздің атыңызда тұрса, ну что дедім, маған берілген жері ол деп сөйтіп едім. Ол айтты, бар да сала бер, мен шатағым жоқ деді. Ал енді сол отказнойды берсін дәулет, шақырыңыз. Жер мәселесіне қатысты аудан әкімшілігі сізге ешқандай справка жоқ, дәулет не үшін отыр онда? Дәулет өткенде мен салып аламын деп келген кезде маған айтты ғой, салып аласың, мен сенің жеріңді бұзамын деді. Мен бұзсын дедім, бұзбайды. Сұрақ әкімшілігі тарапынан официально ответін берейін. Жоқ, маған керек емес. Қазір маған беріңіз. Отказнойды беріңіз. Сізге ешқандай қағаз бермейді жер мәселесіне қатысты. Себебі аудан әкімшілігі жер бөлу мәселесімен айналыспайды. Кезінде айналысқан. Енді сол үшін өстіп не жасап отырсыңдар ма? Маған керек қылып отырсыңдар ма әлде? Айналыспайды. Мен сізге официально ответін беріп отырмын ғой. Егер жеріңіз болған болса, қазір қосақтыңыз ол жерде жоқ болса, қала әкіміне или арыз жазасыз. Ол кісіден УЗО мен архитектураға тапсырма түсіп қарастыру мәселесі. Сол жерде ғана қарастырылады. Жер комиссиясында. Хорошо. УЗОңызды да, архитектураңызда бұрын түсінбейтінмін. Ана біреу неме дейді, бір бәле дейді, урбанистика. Олардың бәрінің үстінен шағым түсіріп жатырмын. Бірақ шағым түсіргенде приемға жазған күннің қашып жатыр. Неме дейді, отыратын адамдар бар ғой, секретарь, бәрі қашып жатыр. Неге қашады бұлар? Апа, енді сіздің сұрағыңыз жер мәселесі. Өзі бар ғой, мен қыздармен бірге жүрген сияқты. Бір жерде